Өздеріңде білесіңдер, әрбір ойынның өз фейк ойындары болады. Сонымен қатар Free Fire ойынында бірнеше фейктары бар. В общем, қысқасы бүгінгі видеода біз Free Fire ойынының бірнеше фейктарын ойнап көретін боламыз. Бұрын да солай түсіріп көргем, нормальный ірге кірген екен. В общем, осы видеода максимальный ірге кіргізіп тастайық. В общем, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер, ал біз видеоны бастаймыз. Это переход, короче. В общем, біз ойынға кіріп жатырық, мінекей басталды. Бізді сразу реклама күтіп алды. What the fuck? Өйтінен ойынға оралайық. Короче, бізде лобби осылай, бізге рандом ник берген екен. Енді, короче, не істейміз, біз сразу Battle Royale Teamfight дейді. Бізде досымыз жоқ, сразу өзіміз бастап кетеді боламыз жалпы. Мынандай қалалар деген Free Fire'дың өзінде де жоқ па деп қалдым же, емайт заманауи екен. Что-то жерге түспестен бұрын ұнап жатыр мына ойын ше, әдемі графикасы. Бля, мынаның жүрісінің өзі ақыр заман ғой. Ой, адам көрдім. Бергелі врачам, мен сен қазір өлтірем. Оғым тиіп атқандар жоқ қой. Сайпал, өлші, пожалуйста. Все домой. Жүгіретін кнопка жоқ, ебай. Бірдеңе таудың үстіне шығып алған, короче, давайте лайк басайық. Так, енді адам іздейміз. Сука, ана мені өлтіреді қазір. Ей, өлсей. Ай, кен келес, әрең өлді ғой. Что случилось деп жатсыңдар? Ойын просто қатып қалды. Так, өзі қосылып қалатын жар. Пул қосылмасаң ете нахуй, басқа ойынға кеттік. Ой, емай, қарандар, там ойын әдем ғой, еба, просто графикасы топ қой. Так, біз боттарды өлтіп тренировка қылуымыз керек жеги. Бұл точно Free Fire'ның фейк ма, бұл өтірік болып кетті слишком. Өлім, өлтір. Қашыш. Так, все, порядка. Қалай өлдім мен? Как? Сен нерма дегендерін бәрін айырам бірге. Артан кристалл етіп көтесің наны, короче, біреу минус болады. Ты чё, менде стандофтан скин бар ғой, бәрін қырып атасың ғой, нерден, короче, пистолетпен аға қалып тастайын осындарды. Дейсем, короче, өліп қалайын деп отырмын. Мына ойын енді действительно маған ұнады, короче, қандай режимдер бар, не так. Мына рандом мод дейді, хуй знает, в общем, нерді басқаздар тым түсініп отқан жоқпын. Waiting other players дейді, в общем, бастайық кеттік ал. Ебай, тегі мынау таза стандоф айтайын ше, ебай, кайф алып жатырмын мына ойынды ойнап ше. Мына ойынды, по-моему, Play Market'тен алуға болады. Ойын аты Firestrike Gun бірдеңе деген, короче. Короче, басқа ойындарды да көрейік, кеттік, неден шығып кетейік. Опа, кейінгі ойынның аты FF1 деп аталады, бұл Play Market'те жоқ, қайырмай қойындар, короче, артта индийский бірдеңе тұр, или французский, короче. Профильді бассақ осылай тұрады екен, неше килл жасағаның, в общем, уровень 12 бірдеңе деп тұр, короче, 12 ден барады, походу. Так, енді достар, магазинге кіріп көрейік, не бар екен енді магазинде. Так, бұл жерде скиндер алуға болады екен, Дмитрий Петров жүр ғой нерде. 2000 монета дейді, 2000 монетадан қақтан алған мен енді жерде, в общем, олдский киімдер бар екен нерде. Бай, мынаған дейсіңдер, осы 4 набор бар екен. Так, оружиялар жақында қосылады дейді, ал стеналардан мына стена менің қайда жүр? Так, складқа келетін болсақ, менде осы стена бар, қайдан алдым, әшем, так, олдский аватарлар бар екен нер жерде. Даже Сакура есть. Баннер аватарлар деген Free Fire'дан бірге бір люкс копия қойгам дейді, әшем, айны пай көшірген. Емайт ультраграфика ойнасаң не болады екен да? Так, мына жақта да ультраграфика, ана мынау Sensivity дейді, генерал, кустом худ бәрі бар екен. Ал біз кеттік, бастаймыз сонда ойында. Так, бұл жерлер что-то ескі Free Fire'ды еске салып әдемі вайп беріп тұр, енді слишком вайбонный емес, енді сонда да болады. Чо там, чо за жүру деп қойсай, модель құса жүрем ғой атақта. Так, дәл қазір біз обсерватория локациясындамыз, в общем, құсатып жасалған екен, қараңдар, көліктер барлығы жалпы. Құсатып емес, Free Fire'дағы машиналарға 100% ұқсайды ғой мынау деген, 100%. Мына жерде қайсы біздің тиммейт, қайсы соперник білмей жатырмыз ше, қайсы мынау екен, короче, бірге өлді. Өліп қалдым мен. Хорошо, мынаң неге бір түрлі екен. Біздің тиммейттар тындырды, короче, Викторий деп шықты, в общем, 1800 евро ма бірдеңе берді, бізге монета емес. Оружиялар тоже копия емес, чисто оригинал, қараңдар түрлерін. Сука, ештеңе алып үлгермедім, короче. Опа, қараңдар, секірген қараңдар, емайт. Так, шпионсың, короче, жүрісті қарана. Клокторының артында тау, вообще керемет. Енді айбын айтпай қойын, бұл енді басқа заттарды 100% ұқсатылған, енді зонадан да қыпы кетеді, енді бұл енді айыптаудың қажеті жоқ, бұл лайк ойын ғой, лайк кәңгі фейк. Мына екеуі бот десе бот екен, екеуі бірдей жүгіре ма. Енді камераны бұра алмаймын, еще көп болып қалды экран, мынау деген осылай жүгіреді екен, не осылай. Алып тастады прикиньте. Нихуя себе, жасыл гарена, яхуе, қараңдар, Gaming S Pro дейді, өзінің ойынын короче, мақтанып отыр, осындай ойын шығардым деп, короче, кіретін жері осындай екен енді. Так, мына ойында ойнаған сияқтым бар ғой, нече қайттан ойнай саламыз, бірақ сендерге көрсетпедім ойнағанымды ше. Так, бұл Орионның кезіндегі ФФМА бірдеңе ғой. Так, мына дым түсінбедім жеге, қараңдар.
вообще бір өлтіріп тастадым, короче. Мына ойын енді түсініксіз екен енді. Так, біз жеге милдамыз, қарандар. Отыруға болады, секіруге болады, в общем. Қайда, анда тұр ғой. Все тиді, короче, неді қызыл бочка бар екен да. Че-то зонаның өзі бір түрлі болып тұрған, ар жақта суық сап, ебать. Енді осы видеоны өткізбей көргендеріңе от души рахмет. В общем, комментарий жазып, лайк басып келіп кетіңдер. Ал енді давайте сау болыңдар.